Қолөнер шеберлері Шымкентте бас қосты. Жиын барысында олар ұлттық өнерді дәріптеудің жолдарын талқылады. Сонымен қатар өзара тәжірибемен бөлісіп, шеберлік сабақтарында өткізді. Арнайы Түркістан облысынан ат басын тіреген қолөнер шеберлері жүннен жасалған түрлі бұйымдардың технологияларын үйретті. Бірінші талдырма жасадық, одан мынандай ойып алып, мынау кәдімгі жібек матаға шарф жасап жатырмыз. Иыққа жамылып жүретін, оны бір кәдімгі қалай жасау жолдары, мынаны алақанмен сипау керек екенін, қатты салмақ баспай әдемілеп жасау керек екенін бәрі. Осы жүннің қыр-сырын бәрін үйретіп жатырмыз. Өте көп сұраныс, өйткені бұл адам денсаулығына өте пайдалы. Мынау қазір біз алақанмен, қолдың ұшымен жасап жатырмыз ғой. Барлық ауруларды осы қолдың ұшыменен емдейміз ғой, сондықтан да мынау қан қоюланғанда, давление болғанда, әсіресе қазір екінің бірі йод жетіспеушіліктен зоб болып жатыр. Сол осы жүнде қазір йод өте көп екен. Соңғы уақытта оған моншақтар жасап береміз, сол зоб болып келген қыздарға. Айта кетсек, дәл осы іс-шара Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығы аясында ұйымдастырылып отыр. Жиынға жалпы 30-ға жуық қолөнер шеберлері қатысуда. Сонымен қатар арнайы бұйымдарды жасағаннан кейін оларды сатуға да жәрмеңке ұйымдастырылады екен. Жобаның іске асуына қалалық туризм, сыртқы байланыстар және креативті индустрия басқармасы мұрындық болған. Енді біз Шымкент қаласының Асыл мұра тобы жиналып, осы жерде шеберлік сабақты қыздарға көрсетіп жатырмыз. Тегін. Енді бізге мынау шеберлер жиналғаннан кейін бізге ғимарат керек қой. Осы Гаухар ханымға осы ассамблеяның басшылығына шығып, рұқсатын сұрап едік, рұқсатын берді, рахмет. Жүннен жасалатын бұйымдар өте көп қой. Мысалы, тақия жасауға болады, жүннен пайпақ жасауға болады. Білесіздер ме? Біздің ата-бабаларымыз баяғыда киіз жасаған, сырмақ жасаған. Енді қазір қараңыздар. Біз Қырғызстаннан осы жүн қолөнерінен мүлдем қап кеткенбіз да. Енді біз осы шеберлерге жаппай үйретіп, қырғызды басып озамыз деп отырмыз. Бірақ біздің мақсатымыз ата-бабаларымыз шашпай төкпей қолөнерді алақанымызға салды ғой. Сол қолөнерді кейінгі буынға қалдыру.